1931 жылы 2 қарашада мына Атырау облысынан 160-180 километр батыс жағындағы Нарынқұмында дүниеге келдім. Әкем қызметкер болатын кеңестік мекемелерде. Мен әкемнің әкесі Тайыр деген кісі қалды шаруа болған, малы болған. Сонан менің туған 30 жылдардың іші өздерің білесіңдер, әлгі тәркілеу, ұжымға біріктіру сияқты топалаң шаруалардың кезі болды ғой. Содан бізде аман қалған жоқ біздің отбасыда. Жаңа Тайыр деген атам әуелі бай деп тәркіледі, сонан кейін түрмеге, молда деп түрмеге жапты. Сол молда түрмеде қайтыс болды. Әкемді айттым ғой жаңа, шешем үй шаруашылығымен айналысқан адам. Мен балалық кезімде, балалық балдәурен дейді, оны өткізе алмадық қой. Біріншіден жағдай жаңағыдай болды. Екіншіден біздің отбасыда жаңағы саясаттан қорлық көріп жүрді ғой. Бұл Нарынқұмның бір қасиеті көшпелі адамдар ғой. Менің қатарымдағы балалар дейтін болған жоқ. Болғанның өзі бір-бірінен 6-7 километр қашықтықта тұрды. Өйткені малдың жемі, суы дегендей, соның ыңғайында қыстауы да, жазғы жайлауы да солай болды. Сөйтіп, менің мектепке асығуымның да себебі ертерек білім алайын деген болмау керек. Сол мектептің балаларымен ойнауға тырысқан болуым керек. Енді мектепке мен 6-ға да толмай бардым. Оны әкем де білмейді. Мен оқуға кетіп баратқан апаларыммен еріп бардым да мектептің классына отырып алдым. Мұғалім келіп жасымды сұрады. Соның алға қолымды көтеріп айтам ғой енді 6-дамын деп. Жоқ, 7-де болмаса алмаймыз. Сен үйге бара бер деп мектеп класстан шығарып жіберді. Міне мен ертең күні жылап еңіреп әкем ертіп қайтып келдім мектепке. Әкем сол мұғаліммен сөйлесіп қалай келіскенін білмеймін, әйтеуір мені мектепке алды ғой. Сөйтіп 10 жылдықты 16 жасымда бітірдім. Жаңа бірінші сыныпқа барғанда мұғаліміміз Қалим деген кісі Әбішев. Маған бірінші берген тапсырмасы жалп еткен қара құс, тылауай тарамыз, соны көшір деп өзі жазып берді, соны көшір деді. Соны көшіріп бірінші әлгі не дейтін жоқ, әліпби, анау-мынау жоқ, бірден деді. Өйткені менің апам 2 апам оқыды да, солардың мен бірге таласып тармасып әріп танып қалғанмын. Міне содан бастады. 10 жылдықты бітіргенше 6 мектепті есігін көріппін. Өйткені әкемнің жұмысына қарай ана жерге, мына жерге көше бердік қой. Міне сөйтіп 10 жылдықты аудан орталығындағы орта мектеп, Амангелді атындағы орта мектепте бітірдім. Біз бітірген 47 жылы кәмелеттік аттестат
деген çıktı da talap öte güçlü oldu. 40 bala okup edik, 42 bala. Sodan egzamenge özümüzde bolmaytın boldu imtihan. Ütkeni jogorı bilimde adam yok mugallim. Audan boyunca. Soндықтан bizde облыс орталығындағы Жамбыл орта мектепке жіберді. Жаңағы 40 баладан 17 бала бардық. Сонан емтихандардан өте алмай, ең аяғы тек 8 бала ғана бітірдік қой. Ауданнан барған бір. Міне оқуды бітіргеннен кейін өзімше жоғарғы оқу орнына түсем деп талаптандым. Бірақ мен үйге келсем анамыз қатты ауырып жүр екен. Ауру әлгі жаман ауру. Дәрігерлер сонан оқуға барам деп едім, жылап отырып алып, сен кетсең мен өліп қалам деп. Сонан кейін анамды жылатып кете алмадым. Сөйтіп мектепке, мені Собайда мектепке, бастауыш мектепке мұғалім етіп тағайындады. Бұл 47-ші жылы оқу жылы. Сонан бір жыл бастауыш мектепте мұғалім болдым. Келесі жылы сол ауылдағы орталық мектепке мұғалім етіп жіберді. Онда қазақ тілі географиядан сабақ бердім. Міне 49-ші жылы анамыз қайтыс болғаннан кейін жоғары оқу орнына баратын болдым. Онда да Алматыға барам деген ойым іске аспады. Оралдың пединститутіне түсуге тура келдім. Соңында түстім. Бұл 49-ші жылы. Сонда 4 жыл оқып, 53-ші жылы бітіріп, ауылға келе жатып, Облана аға соғам ғой. Обланаға соқсам, сізді өзің бітірген орта мектепке директор етіп жібереміз дейді. Ойбай, мен директор бола алмаймын дедім. Өзім жасым 22-де. Жана өзімнің оқытқан оқытушыларым сонда жұмыс істейді. Мен оларға қалай директор болам деп. Ол менің сөзімді іске асқан жоқ. Сөйтіп директор қылып жіберді. Бұл 53-ші жылы. Директор болып бар болғаным 19 күн істедім. 19 күннен кейін облыстық партия комитетін шақырып өттіп, сол барсам, сізді облыстық партия комитетінің мектептер бөлімінен нұсқаушы етіп алайын деп отырмыз дейді. Мен әуелі сол кішкене директор болып сабақ беріп көрейін деп ойлап жүргенмін ғой. Қашқылақ деп едім, оған қарамады. Сөйтіп 6 жыл обкомда істедім. Алғаш кезде мектептер бөлімінде нұсқаушы болып, артынан үгіт және насихат бөлімінің сектор меңгерушісі болып жұмысқа жоғарылатты өздерінше. Міне сөйтіп 6 жыл обкомда істедім. Соның аяғында менің әуелден аспирантураға түссем деген ойым бар еді. Соны бірер жыл жұмыс жасап кетерсін деп әкеміз жібермегесін жұмыс жасадым ғой. Енді кетейін десіп, обкомды айтты, бізді жібереміз оқуға, Мәскеудегі қоғамдық ғылымдар академиясына жібереміз, бір жұмыс жасауым керек ол үшін. Міне соныменен оған бара алмай қалдым.
Onda tilden ne жоқ екен мамандық. Тек әдебиет теориясынан бар екен, оған бара алмадым. Сөйтіп, енді аспирантураға түсуге ойымда болып, бірақ жоғарғы оқу орнында алған білімім 6 жыл обкомда салпақтап, іс-сапар менен анықтама жазу менен жүргенде көп ұмытылып қалды. Мені сондықтан мен институтқа мұғалім етіп жіберіңіз, пединститутқа деп сұрандым. Пединститутқа 2 рет арыз бердім, 3-шіде шақырып алып, обкомның хатшысы. Біз оқытушы етіп жібере алмаймыз. Сен соған пединститутқа проректор болып барасың, жана институттың партия ұйымын басқарасын деп жіберді мені. Сөйтіп 3 жыл пединститутта жаңағы жұмыстарды атқардым. Онда да Атырауда ма? мамандығымнан әйтеуір сабақ бердім. Сонан мамандығымды жақсы немен толықтырдым. Сөйтіп 61 жылы 1961 жылы академияның тіл білім институтына аспирант болып түстім. Енді мен жауап бердім ғой деймін, бір қатар сұрақтар. Ал аспирантураға Алматыға алғаш келгеніңіз, қалай келдіңіз? Алғашқы әсеріңіз қандай болды? Жетекшіңіз кім? Мен келген институт сол 61 жылы әдебиет институтынан бөлініп жеке шаңырақ көтерген екен. Май айында. Мен октябрьде келдім ғой. Соның институттың адамдары сол жылы көп аспиранттың орнын берген екен. Соған бірінші болып мен арыз беріп түстім. Менен басқа 5 адамды түсті. Институт жаңа құралып атқан 6 бөлім бар екен. Әр бөлімде ғылым кандидаттары басқарады. Доктор жоқ. Доктор тек директорымыз Кеңесбаев Смит Кеңесбайұлы. Академик доктор, ол директор, басқалары ғылым кандидаттары екен. Сөйтіп, институттың аспирантурасына түстім. Аспирантураға түсерде қиналғаным, мамандықтан сосын философияда мен кідіргенім жоқ, жақсы жауап бердім. Шет тілден емтихан тапсыру қиын болды. Өйткені институтта, пединститутта оқығанымыз жоқ шет тілін. Сондықтан алдым 10 шақты күн бір мұғалімге ақша төлеп, ең болмаса әріптерін танайын деп соған дайындалдым. Оғындегі ағылшын тілінен оқығанда мұғаліміміз шошып кетті, боже мой деп. Шамасы қазақша оқығаным ғой ағылшынның әріптерін. Дегенмен әйтеуір қайта дайындалып тапсырып түстім ғой. Аспирантура 3 жыл оқыдық. Групп бір топ болып. Онда мұғаліміміз Күлайым Исатаевна дейтін әйелет. Әйтеуір газет оқитын болдық ағылшынша аяғында. Оқығанымызды ежіктеп айтып бере алатын болдық. Кандидатскый минимум дейді ғой. Кандидаттық минимум. Сөйтіп, одан да өтіп аспирантураны бітірдік. Сонан кейін енді ауылға кеткім келіп, Атырауға
барып едім, директорымыз бізге жұмыс жасауға қал деп өтініш жасады. Сөйтіп кіші ғылыми қызметкер болып, аспирантура бітіргеннен кейін институтта қалдым. Мені содан 54 жыл сол институтте табан аудырмай жұмыс жасадым. Барлық сатылардан өттім. Аға ғылыми қызметкер, жетекші ғылыми қызметкер, бас ғылыми қызметкер деген сияқты. 67 жылы мені ғалым хатшы етіп тағайындады. Институттың ғалым хатшысы. Мені онда 8 жыл жұмыс жасаппын. Содан кейін өзім сұранып, докторлық диссертация қорғаймын деп өзім сұранып шықтым. Ал кандидаттық диссертацияның тақырыбы жөнінде айтайын. Мен аспирантура бітіргеннен кейін тақырып жөнінде сөйлесейін деп жаңа академик Кеңесбаевқа кірдім. Ол кісі өзің не ойлап жүредің деді. Мен Ыбырай Алтынсариннің шығармаларының тілін зерттейін деп ойлап жүредім, содан 1-2 мақала жазып едім дедім. Ол Ыбырайдың қазақша жазған несі қырғыз хрестоматиясы ғой, басқа ештеңе жоқ. Саған ол тақырып болмайды. Саған бір тақырып ойлап отырмын дедім. Ол тақырып мынау 19 ғасырда қазақ тілінде шыққан алғашқы газет Дала уәлаяты дейтін газет бар екен. Жаңа жуырда білдік. Сол газеттің тілін зерттесін қайтеді. Бірақ енді араб әрпімен жазылған үйренесің ғой деді. Менден жоқ. Сосын сенің жетекшің, ғылыми жетекшің Қырғыз СССР академиясының академигі Батманов Игорь Алексеевич дейтін белгілі түркітанушы ғалым сол болады деді. Екеуін де білмеймін, газетте де жаңағы Батмановты да амал жоқ, келістім, басқа баратын жер жоқ. Сөйтіп тақырып бірден қиындау болды. Бірақ енді бар немді салып 65 жылы қорғап шықтым кандидаттығымды. Өте жақсы қабылдадым. Біздің неде жоқ екен газет негізінен неде Ленинград, Петербургда Салтыков-Щедрин атындағы кітапханада сақталған екен. Бірақ бізде микрофильм бар екен. Сол микрофильмді оқып, әуелі кішкене материал жинағаннан кейін неге бардым Санкт-Петербургқа. Сонда отырып газеттің бірнеше нөмірін суретке түсіріп алып келіп оны пайдаландым. Сонан мен қорғаған менің жаңалық болды ғой енді. Оған дейін қазақ газеті болмаған деп жүр екен. Сөйтіп қорғағанда жұрттың бәрі жаңалық ретінде қабылдады. Енді сол қорғап жатқанда, сонан кейін ол бірінші емес екен. Онан бұрында қазақша газет болған екен деп деген хабар шықты. Бұл хабар мына Ташкентте Түркістан генерал-губернаторы
шығарған Түркістан уәлаяттың газетеген 1870 жылда басталған 1888 жылға дейін шығып тұрған, 83 пе 14 жыл шығып тұрған. Диссертациямды қорғап алғаннан кейін ана газетті көргім келді. Сөйтіп Ташкентке барып, сол газетті онда да сақталмапты. Жеке-жеке нөмірлері бар, ал өзі түгел жоқ. Оны тағы да Петербургта таптым. Сол жаңағы Салтыков-Щедрин кітапханасынан. Оны да фотоға түсіріп алып, көп нөмірін өзім қарадым, онда 10 күн отырып. Сөйтіп, алғашқы қазақ газеттерінің тілі деп бірінші монографиямды шығардым 1971 жылы. Менің сонын оны шығарғаннан кейін ойладым, тек қана газетпенен әдеби тілдің тарихын жазуға болмайды. Онан басқа не бар екен деген ой келді. Орынбор, Қазан, Москваның, Ташкенттің архивтерін тағы да қарай бастадым. Қазақша жазылған қандай құжаттар бар екен. Бір құжаттар таптым. Әсіресе мына Орынборда Абайдың қатысуымен шығарған қазақша заң ереже бар екен, соны таптым. Қазаннан, Орынбордан да әлгі іс қағаздары сақталған екен. Бұл енді 19 ғасыр. Соларды таптым. Ташкенттен мына газеттің редактор жөнінде материалдар таптым. Сол сияқты сол тірніктер жүріп жинап, менің зерттеуім бойынша қазақтың алғашқы жазба әдеби тілі 19 ғасырдың екінші жартысында қалыптасты дегенді тұжырым жасадым да, сондай монография жаздым. 19 ғасырдың екінші жартысындағы қазақ әдеби тілі деген. Бұл 1982 жыл жарық көрді монография. Міне сол монографияның негізінде докторлық қорғадым оны. Докторлығымның аты да солай. Бірақ онда о кезде диссертацияны орысша жазу керек болды. 1-2 жыл соған уақытым кетті. Сөйтіп 83 жылы қорғадым. О да өте жақсы қабылданды. Үлкен жаңалық тіл біліміне қосылған деп мақтап жатты. Сөйтіп 83-тің аяғында бекіп ғылым доктор болдым. Жаңағы ғалым хатшылықты 75 жылы сұранып шығып, осы немен айналыстым ғой докторлықпен. Соның кейін 1987 жылы мені институттың директорының орынбасары ғылым жөніндегі оған тағайындады. Міне соны 5 жыл атқардым. Сонан кейін өзім сұранып тағы да ғылыми жұмыспен айналысам деп еден сұранып шығып бас ғылыми қызметкер деген лауазыммен жұмыс жасадым. 86 жылға дейін 1986
2000'ga ketip kalan eken son. 2086 yaşıma deyin degenim var. 16 yılıma soğan deyin cümüş yazarım. Sonun deyin mına gözüm görmeye kaldı. Gözüm görmeyene de жаңағы микрофильмді оқимын деп арапша өте қиын болды. Араптың әріптерін қосылып кетеді, ажыраған жерлерін байқамай қаласың. Сөйтіп осы көзімді құртқанда сол жаңағы қолжазбалар сосын микрофильм болды. 89 жылы тағы бір кітап шығардым. Қазақ әдеби тілінің жазба нұсқалары деген 18-19 ғасырдағы. Ол кітапшамда жақсы қабылданды кітап. Мен институтқа келгенде институтта 6 бөлім бар еді дедім ғой. Олар қазақ тілінің теориясы, қазақ тіл тарихы мен диалектология бөлімі, салыстырма грамматика, сонан кейін сөздік, екі тіл сөздік, бір сосын түсіндірме сөздік дейтін бөлім бөлім. Сосын аударма теориясы дейтін бөлім. Міне сонда жұмыс жасадым. Тарих бөлімінен бірден түскенім сол тарих және диалектология бөлімі. Академик Кеңесбаев институттың директорлығынан және бөлімше қоғамдық ғылымдар бөлімшесінің академик секретариат, содан түскеннен кейін институтқа келді. Жаңа тіл тарихы бөлімін бастады. Ол тіл тарихы бөлімін кішкене өзгертіп, түркология және қазақ тілінің тарихы деп атады. Ал диалектологияны бөлім қылып бөлек қалдырды. Міне сонда жүргенде біз тілдің тарихынан әсіресе мына түркология, түрктану қолға алдық. Маған Әбілғазы Баһадүр ханның түркі шежіресін зерттеуге тапсырылды. Рабиға Сыздыққа кімнің Қадырғали Жалайридің Жамиғат Тауарих дейтін кітабын зерттеу тапсырылды. Басқа адамдарға да Яссауидің хикметін зерттеуге де адамдар бөлінді. Бірақ олар әйтеуір ана себеппенен бізден кетіп қалып, ақырында Рабиға Сыздық соны аяқтап шықты. Сөйтіп біз тек қана қазақ тілінің тарихы емес, түркологиялық еңбектерді зерттей бастадық. Әбілғазыны зерттеп, Әбілғазының шежіресін. Оның бірнеше варианты бар екен. Соның ішінен тауып, бір вариантын әсіресе кітап болып, Қазаннан басылған вариантын тауып, соны зерттедім. Бұрын ешкім қолға алмаған екен. Өйткені Әбілғазы өзі хан болған, сондықтан ханның шежіресі деп. Оны емес, Әбілғазы деген өте сауатты адам болған. Өзі Ақтек Моңғолдың тұқымы, әкесі хан болған. Соның кейін әкесінен кейін балалар таласып, ақырында Әбілғазы жеңіп, қан болған 10 жылдай. Сол қан болып жүріп, жаңа шежірені жазған. Бір тамашасы, мына түркологияда Шағатай тіл дейтін бар.
Өзбекстан жақтың оқығандары пайдаланған. Оны пайдаланмадым мен. Араб парсы сөздерінде сирек пайдаландым деп жазады өзі кітабында. Мұның кітабы сайып келгенде көне қазақ тілінің ескі қазақ тілінде жазылған болып шықты. Оны кеткенше мақала жазып айттым, енді қайдан білейін осы күнде оны пайдаланып жүрмей жүр. Менің екінші алған жаңағы газеттер ненің 19 ғасырдағы әдеби тілден кейінгі зерттегенім сол Әбілғазы болды. Мен 10 шақты дегенде 10 кітап жаздым ғой. Монография. Онан басқа тағы да 4-5 жинағым бар, оқулығым бар. Тілашар дейтін тілдескіштеген нем бар. Қазақ тілін үйренушілерге жазылған. Мені сөйтіп әйтеуір тырысып, сосын 300-ге тарта мақала жазып, ғылыми мақала. Бәрі қазір оқулықтарымды, сосын монографияларымды жоғары мектепте оқытып пайдаланып жүрміз деп мұғалімдер келіп айтып кетеді. Мына архив нелерге институттың жолдамасы қағазы болады. Сонымен барамын. Менің әсіресе көп шұғылданғаным мына Түркістан уәлаяты газеті өз не деген бірамы таза дала уәлаятына қарағанда қазақ тілі соншалық бай жазылған. Өзі 14 жыл шықты дедім ғой. Соны мұны кім шығарды деп қараймын ғой. Сөйтсем алғашқы кезде жазбаған. Соның шығарушылар Ибрагимовтер дейді. Ол Ибрагимовтер кім? Оны зерттеп сөйтсем Шахмардан Ибрагимов, сосын Шахмарат ағасы Ибрагимов екен. Бізде о жағын зерттеген Марғулан Шоқан зерттегенде кірістіріп кетіпті. Ағайынды Ибрагимовтер ағайынды демейді, егіз дейді. Екеуі де Омбының кадет корпусын Шоқаннан кейін бітірген. Шоқан жоғары курста жүргенде олар төмен курста болған. Өзі Көкшетаудың недер екен, башқұрттар. Әкесі башқұрт. Содан бітірмей шығып кеткен Омбының кадет корпусын. Бірақ Шоқаннан несін үзбеген, Шоқан оларға ағалық қамқорлық жасаған. Мәселен, жаңа Шахмарданды, әуел Шахмардан Омбыдағы қазақ мектебінде сабақ берген. Сонан кейін оны Ташкенттің генерал губернаторының аудармашысы етіп болуына себепкер болған. Колпаковскийге хат жазып Алматыда Вернийде болған. Сол арқылы генерал губернатордың аудармашысы болып, сонымен бірге жүрген бір жағынан жаңа газет шығарған. Тілі сондай әлгі не дейміз ғой, мына жаңа Шағатай тілінің элементтері бәрінен таза. Өте бір жақсы газет шығарған. Жақын сөзі кейін ол сол Шахмарданның несін іздеп сыртқы істер министрінің архивіне дейін бардым. Әйтеуір олар рұқсат етіп ішін қарадым. Тек қана
Менің әсіресе нетіп жүргенім Ибрагимовтердің қайсысы қанша жұмыс жасады, қандай сөйтсем жұрттың шатастырып жүрген, ағасымен шатастырып жүрген Шахмардан деген өте сауатты, қазақша тамаша білген адам екен. Қазақтар жөнінде мақалада жазған, осы географиялық қоғам дейді ғой, күнде академияның оны. Сол географиялық қоғамның белді мүшесі болған. Ақырында араб еліне елші болып кетіп, сол жақта жүріп, мына хажыға барған қазақтарды, ауырған қазақтарды құтқарам деп жүргенде өзіне жұқтырып алып, ауруды сонан қайтыс болған. Өте бір тамаша адам, соның өмірін жаздым. Бір мақалам қай жылы 15-ші жылы екен, сол Шахмарданның туғанына, Шоқанның туғанына, Түркістан уәлаятының шығуына, шүгілде бір дөңгелек мезгілі болған екен. Сонымен байланысты Шоқан, Шахмардан және Түркістан уәлаят деген ана тілі газетіне мақала жаздым. Сонда Шахмардан түгел кім екенін айтып бердім. Оны зерттеушілер, тарихшылар, біреулері қазақ дейді, біреулері башқұрт деп айтпапты ғой. Соның башқұрт екенін тауып алдым. Башқұрт екен қалай дәлелдедіңіз? Башқұрт екенін қалай дәлелдедіңіз? Башқұрт екенін ме? Иә. Әкесі дворян болған. Сол ода тарихта болған адам екен әкесі. Шахмарданның кімнің? Шахмараттың әкесі. Сол арқылы таптым және бір мақалалардан тарихшылардың башқұрттар екі башқұрт деп айтып кетеді. Осындай көп оқыған деп. Сол Шахмардан Шоқан туралы да мақала жазған. Түркістанның генерал губернаторын Шоқанның моласына алып келіп, моланың есіктері бәрі қираған, соларды Колпаковскийге айтып, қайтадан жаңартып, оған өзі тасқа не жазады, Шоқан туралы, кім болған Шоқан деп, қысқаша. Соны мақалада бәрін дәлелдедім, башқұрт екенін. Бірақ башқұрттарға хат жазып едім, оның нетпеді ғой деймін, көп көңіл бөлмеді. Бірақ башқұрт туралы ештеңе жазбаған, қазақтар туралы жазған. Өзі мына Көкшетаудың да тұрған әкесі, әкелер. Шахмардан мирасылы Ибрагимов. Архивте бір жерден бір мисалы Орынбордың архивінен Исатайдың қолмен жазған қатын таптым. Әлгі неден жеңіліп сол Ақтөбенің территориясында жүргенде қолға түседі ғой. Сол бір Ақтөбенің бір атакімет бай кісісі, бірақ өте не адам сауатты. Соған хат жазған ғой, мен бәлені күні сол жерге барам деп. Сол хатты
не қолға түсірген әлі жазалаушы айтады. Сонан бағып жатқан жаңағы келетін жолын. Бұлар атты кісілер ғой енді. Байқамай келіп қалған. Келіп қалғаннан кейін қайта кетуге де болады. Бірақ Исатай не болса да жарып өтеміз деп шапқан ғой. Аналардың қолында пулеметі, зеңбірегі бар. Қойсын ба? Соны Исатай сауыты бар екен, оқ өтпеген. Соны атын атып, атын құлатқаннан кейін Исатайды қолға түсірген арқанменен мойнына арқан салып тартып, құлатып, басын кескен жерде. Соған араласқан қазақтар да болыпты. Екі қазақ. Жаңағы Исатайды ұстаған кісіге премия әлгі тағайындаған ғой. Сол тағайындаған 500 сом дейме о кезде. Иә. Соны жаңағы бір орыс, екі қазаққа үшеуіне бөліп берген. Ведомство жатыр. Жаңағы ұстаған жазалаушы отрядтың бастығы кім еді? Бір орыс генералы. Сондай архивтен неше түрлі нәрсені табуға болады екен. Бірақ енді барған жерде көп отыра алмайсың, жаңағыдай уақытың бітіп қалады. Соның бәріне жүріп жазған кітаптарым ғой, бұны жаңағы көрсеткен. Менің әйтеуір бірде-бір кітабым басқа жерде ешкім жазбаған нәрселерді жазып отырмын ғой. Соны енді қазіргі жастарға оқи ма, оқымай ма, оны екінші мәселе. Әйтеуір жарияладым кезінде барлығын. Қазақ әдеби тілінің тарихы деген оқулықта жоғарғы оқу орнынан алынған жазық аспирантым бар еді. Қарағандыда қазір де бар. Тіл кафедрасының бастығы Шара деген сол екеуміз жаздық оқулық. Кітапханадан дедім, онда көп сақталған екен. Сол кітапханаға барсып, жаңа газетті қарайын деп. Ол қай газетті? Түркістан уәлаяты газеті? Иә, Түркістан уәлаяты. Ол газет бізде қазір жоқ. Ана кітапхананың несі, изданиясы қауіпті жағдайда құлайын деп тұр деп, кейбір нәрселерін ар жағында бір аралға көшірген екен. Жаңа газет соның ішінде кетіпті. Енді оны қалай әлем? Аралға барам ба деп, жоқ бара алмайсыз. Оған тек қайықпенен бір орыс шал оданды бұрын сонда істеген адам болу керек. Сол ғана қатысады деді. Сонан кейін жаңағы шалды тауып алып, ал енді осындай газет керек еді маған. Мені қалай алып келесіз бе? Мен барайын ба деді. Жоқ, саған баруға болмайды. Алып келем деді. Сосын мен баяғы слесарьға
бөтелкі беріп істететініміз бар ғой. Соны қоймetsіп, бір кішкентай не жасасам қайтеді. Бөтелкі ашсам қайтеді деді. Жоқ, сен мені кім деп отырсың? Деп шал өре түрегелді. Сосын ойбай кешіріңіз, мен өзімше сыйлайын дегенім ғой дедім. Сол шал әкеліп тұрды газетті. Бір әкелгенде 4-5 нөмірін әкеледі. Сонын оны алып кетіп, тағы да 4-5 нөмірін сөйтіп пайдаланды. Қиындықтар болды сондай. Ағай? Иә. Енді институт туралы айтыңызшы. Сіздің замандастарыңыз Кеңесбаев, Мұсабаев, Балақаев. Иә. Мен айттым ғой жаңа 60 жылы мен келгенде 6 бөлім бар еді. Иә, соның бәрі кандидаттар басқаратын. Оғындағы кандидаттар Рабиға апай, Валентина Айтешевна дейтін кісі, Мұсабаев, Ахмет Исхақов бөлім бастықтары, Әбен Сатыбалдиев солар болады. Сонан жалпы саны сол кезде 100-дің үстінде қызметкерлердің саны институттың. Сонан жайлап 70-ші жылдардың басына қарай докторлық қорғағандар болды. Рабиға қорғады, Айдарып Құбайдолла дейтін кісі қорғады, Қайдарып Әбдуәли қорғады. Бұлар өзімізді қорғаған жоқ. Айдарып пен Қайдарып екеуі де Бакуде қорғады. Бізден неге қорғамаған білмеймін. Рабиға Каспийде қорғады, Агуден. Содан кейін талай өзгеріске ұшырады ғой. Мына бөлімдер біресе көбейді, біресе азайды. Көп адам істеді. Олардың енді қазір тірі қалғанының өзі бармақпен санайтындай. Мына Әлімқан, Өмірзақ сол бастан 62-ден бастап келе жатқан аспирант болып, содан кейін ғылыми қызметкер болды. Институттың директоры академик Кеңесбаев 75-ке дейін істеді. 75-те Әбдуәли Қайдарып басқарды. Мен әлгі ғалым қатшылықтан босағанменен институттың партийін басқарып отырдым. Жылда сайлап қояды. Сол зам директордың орынбасары болған кезден бастап әйтеуір құтылдым. О күндегі коллективіміз, ұжымымыз өте тату болды, жақсы болды. Істей алмағандар кетеді, өздері әйтеуір шығарып жіберіп, соғыс беріп сөйтіп өткен көп нені білмеймін. Мына көбі жасы келгеннен кейін зейнетке кетті. Кім Кеңесбаев түркология бөлімін басқарған кезде 10 кісі болды. Соның 3-і доктор, 4-і кандидат, қалғаны ғылыми қызметкер, дәрежесі жоқ ғылыми істегенбіз. Кейін солардан мен директордың орынбасарлығын
қойғаннан кейін бөлімге бастық болып келдім. Сол келгенде қалғаны бір 2-3 адам болды. Сосын жаңадан адамдар алдық. Мырза бергендер сол кезде алынған адамдар. Мен тек қана ғылыммен айналысып жүргенім жоқ. Жоғарғы мектепте сол әдеби тілдің тарихынан лекция оқыдым ғой. Қыздар пединституты өкінде, қыздар пединститутында Алматы, Абай атындағы Алматы пединститутында жарты ставка жұмыс жасадым. Әдеби тілдің тарихынан мына орынайлар оқыпты ғой маған. Кеше айтып жатыр. Сонымен қатар мына вуздарға емтихан комиссиясының председателі төрағасы болып көп жерлерге қатыстым. Қарағанды, Ақтөбе, Атырау, Орал. Сосын өзіміздің Казгу, Агу, қыздар пединституты осыған бәлен реттен не болдым, төраға болдым емтихан комиссиясының. Соның ішінде Ақтөбеге 3 рет болдым. Болған себебім оның ректоры Арын Мұхтар деген өте бір тамаша адам еді. Осында декан болып тұрды ғой шет тілдер институтында. Содан жақсы таныс едік. 3 рет шақырып, сонда төраға болдым. Арын деген Мұхтар өте бір мәдениетті оқыған адам еді. Ақтөбеге барып, Ақтөбені қазақландырды. Оның алдында болған ректор ылғи орыс отделениелерін ашып, қазақ отделениесі жоқ болып, соның бәрін қазақшаға айналдырды ең алдымен. Содан кейін жергілікті жердегі болып кеткен ақындар, атақты адамдарды қалпына келтіруге, соларды насихаттауға көп жұмыс жасады. Соның кеше ана баласы да айтыпты. Әбубәкір Кердер дейтін ақын болған ғой. Соны шығармаларын әр жерден тауып алып, кітап қылып бастырып шығарды. Моласын түзетіп, сол жердегі ақын жазушылардың өте бір көп жұмыс жасаған адам. Мәдениет саласында, әдебиет саласында. Бірақ өмірі қысқа болды. Сол зерттеймін жергілікті жердегі нені болған адамдарды деп экспедиция ұйымдастырып, сол экспедицияда жүргенде қайтыс болды ғой. 2 баласы бар еді. Екеуі де жақсы. Нұрлан, Ерлан. Ерлан деген баласы менімен бірге мына экономика институтында ғалым хатшы болып жұмыс жасады. Өте бір тамаша жақсы бала еді. Кейін Павлодарда ректор болғанда әкесі сияқты бұ да сонdan өскен ғалымдардың өмірбаянын бәрін жинап, әсіресе кімді кітап қылып бастырып, тіпті біздің институттың адамдарына Рабиға, Көбей, мен тағым әлімға бір кітаптарымызды алдырып, соны қайта шығарып бердік.
бізге сондай көмек көрсеткен адам еді. Мына бір әкім болады деп, әкім болам деген жоқ енді, қойған ғой зорлап. Соның қазір бірақ өзінің институты бар екен, ғылыми зерттеу институты. Әлі сол нелерге қатынасып жүреді екен, сол жұмыстарын жазыпты. Ал енді Мұхтар рөлінде Ақтөбенің қайсынан сұрасаң да жылы жақсы бағалаған, бірақ келген әкімдер, орыс әкімдер әсіресе сол мынаны істеген істерін қызғанып, кішкене шеттетіп сөйте бастады соңғы жағынан. Мысалы, Әлияның 70 жылдық Әлия 70 жылдығын өткізді. Сонда біз қатынастық. Мұхтарды шақырмапты. Сондай шеттетіліп жүрді. Бірақ жұмысын жақсы істеп жүрді. Есетті шақырып, әкесінің орнына лекция оқиды деп оқыды ғой лекция, бірақ білмеймін енді. Сен іліндің ме жоқ қой? Есеттің де лекциясына? Иә, іліндім. Есет ағай лекция оқыды маған. Иә, көп біледі енді білуін. Бірақ шабан жүріп болмайды. Сонда Мұхтар айтатын, ана отырған жерінің екі ортада бір не болса, механизм үйінен шыққанда көтеріп әкеліп институтқа тастайтын, салатын университетке деп отыратын. Ал енді тілдің тарихынан жұмыс жазған, зерттеген адам дейді, көп емес. Ең алғаш Арабиғадан бастайық. Арабиға енді айттым ғой, кімнің Қадырғали Жалайырдың несін Жамиғат Тауарих деген кітабын зерттеді. Ода мен сияқты кәдімгі шұқылап отырып барлығын. Онан кейін Яссауидің хикметін зерттеп, оларды әуелде берілген жоқ, оны Кеңесбаевтың өзі зерттеймін деп еді. Зерттеу қайдан қолынан келсін, 70-тен асқанса. Сол нені беріп, оны да жақсы зерттеп шықты. Онан кейін жаңа айтып отырған Құрышанов мына не жағынан қыпшақ тілдерін зерттей бастады ғой. Соның ішіндегі қыпшақ тіліндегі ескерткіш неден табылған Италиядан. Соныңдағы жалғаулар жүйесі деген сияқты кандидатты қорғады. Ал сонан кейін докторлықта содан қорғады. Бірақ жалпы қыпшақ тілдері жөнінде. Бірақ кітап болып шықпады сол. Оқулық жазды, кейін түркологиядан. Сосын анау Құтадығу білік сияқты нелерді өлеңменен аударды, оны кітап қылып шығарды. Бірақ ертелеу кетті ғой өмірден. Сонан кейін Құлмат Өмірәлиев, ол енді өзі ғалым Себе деген сияқты өзімен өзі жүретін адам еді. Ең әуелі оны жұмыс қалғанда Кеңесбаев өзінің сөздігі бар ғой, Кеңесбаевтың біраз сөздік, соны жасауға көмектесіп алған жұмысқа. Сонымен отырды бір 3-4 жыл. Плановый жұмыс бергеніміз жоқ, жоспарлы жұмыс жоқ. Содан кейін өзінің несімен отырды.
Мына Дулатты зерттеген адам ғой, Дулат. Соны бірінде Кеңесбаевтың айтқаны бар, әділдің бөлім бастығы болып тұрған кезде. Сен шырағым Дулатты абайдан асырып жіберіпсің, мақтағанда. Мұның қалай болады деп бір не жасады, ескерту жасаған, кітабы шыққанда. Сосын кейін ештеген бітіре алмады, докторлық қорғай алмады. Сөйтіп жүргенде ауырды, сонымен кетті ғой. Ал енді оның мына тарихтан ал Айдарып болса, Айдарып мына Арқон жазуын меңгеріп алды да, бірден кандидаттығын Арқон ескертушінің бөлімінен қорғады. Кейін Арқон жазбаларының сондағы қазақ тілінде қатысты деген сияқты неден Бакуден қорғады ғой. Арқон әбет қой енді, мұлай айтқанда. Сонысымен ешкім оған плановый жұмыс берген жоқ. Сол Арқонын айналдырумен кетті. Онан басқа да адамдар болды. Бапин Балқаш дейтін Қытайдан келген. Ол Қытай тіліндегі қазақ сөздері деп алып диссертация қорғайын деп жүреді кандидат. Оған мына комитет, қауіпсіздік комитеті рұқсат бермеді ол кезде, білмеймін, Қытаймен арада шамалы болды. Айдарбек Махмутов дейтін болды, ол көбіне неден ода кандидат күйінде кетті. Әрсен Ибат дейтін болды. Мына бір сөздікті қыпшақ тіліндегі соны қазақша айналдырып жазды. Ода кандидат күйінде кетті, докторлыққа жете алған жоқ. Оғанда сол есетпенен еріп арақ түбіне жетті. Арынып дейтін тағы бір жас жігіт болып еді, о да ауырып кандидаттығын қорғай алмай кетті. Түркологияда болған қызметкерлер осылар. Сосын Есенқұлов Атай дейтін болды. Ол сол Арқонның бір тақырыбынан қорғады кандидаттығын. Сонымен болды. Неге шығып кетті зейнетке. Ең алдымен қай период, қай кезеңде зерттейді, сонымен байланысты. Әдеби тілдің тарихы дегенде ана Арқон енсейден бастап зерттеу керек. Оның бір жағында орта ғасырдағы тіліміздің жағдайын нету керек. Сосын кейінгі кезеңді алу керек. Соның қайсысын таңдайсың, соған байланысты. Оған мына жалықпай отыратын кісі керек. Жүгіріп жүріп қорғай алмайды. Жаңағы Рабиға мен сияқты отырып кәдімгі мысалы Әбілғазының несін транскрипциясын қазіргі түсірдім ғой. Әрбір сөйлемін отырып сол сияқты отырып жұмыс жасайтын адам болу керек. Ал жүгіріп жүріп жасай алмайсың. Ол бір екіншіден орта ғасырға кетсең араб әрпін білу керек жақсы. Қасиет керек. Енді Арқонға қарай кетсең, Арқон әліпбиін жақсы білу керек. Енді бір кезде орыстар зерттеді ғой, Радылыптан бастап бәрі. Солар ашты ғой. Ал енді кейін олар енді қанша дегенмен түрік тілдерін білмейді.
Сондықтан қате оқыған жерлер көп. Соларды қайтадан оқыса шіркін айтайым ғой. Оған біз жете алмадым, мен ала алмадым оны. Айдарып оны істей алмадым. Қорқат, мынаны деп ертең мені сынайды деп. Бір сөздің өзін басқаша нетуі болатын арқодар термин. Енді бізде сол арқон енсейінді көбіне қырғыздарға жақын қырғыз тілінде. Арқон ескертішін алып жіберіп, түгел ол көп ескертіш ойызы. Соны қатқа түсіріп, бәрін сөздігін жасап, соны қазіргі қазақ тілменен салыстыруға болады. O da bir үлкен жұмыс. Оны бір кісі істей алмайды, мүмкін ұжым болып алуға болады. Орта ғасыр ескертіштер дегенде жаңа біздің неміз өкінішке қарай сақтай алмаған ғой, жазған адамдар болған, оқыған. Мысалы, сол Яссауидің хикметінің өзі өте қазақшаға жақын. Оны жұбанып Құдайберген кезінде айтқан екен, мақала жазып, бірақ шықпаған екен, соны кейін шығарды. Жұлдыз несінде, журналында. Сонда салыстырып отырып айтады, мына қазақша болып тұр, төгілдегі жақын. Ал енді сонын зерттегенін Арабиға кітап етіп шығарған жоқ деймін. Ал мен Әбілғазыны 17 ғасырдағы қазақтың әдеби тілінің несі деп, ескертіші деп айтуға айта алмайын да айттым, бірақ бір-екі жерде. Өйткені ол өзі Шағатай тілінен қашып отыр. Өзбекте болса да, араб парсыдан қашып отыр. Мен түркі тілінде жаздым, түріктерге бәріне түсінікті болу үшін дейді. Ал сол түркісі қазақ тілі, ескі көне қазақ тілі. Салыстырып қарасаң, мен мына Әбілғазыға көп қиналмағаным, аудардым. Ал кейін сөздігін жасаған адамдар болды ғой, енді өзің білесің, Гүлпарлар. Сол орта ғасырда қазақтың ескі әдеби тілінің үлгісі деп айтуға толық негіз бар. Оқып қарасаң, ана мен енді аудардым деймін, аударғанда көп қиналғаным жоқ, өйткені өзі қазақша болып тұр, көп жері. Соны 91 жылы татар тілінде жариялапты. Соны көбі білмей, мынау Әбілғазының шешесі деп жүр. Соны татарша. Сонда мына сауын айтты дегенде татарлар түсінбепті. Әбілғазы сауын айтты бәлен жерге деп келтіреді. Ал соны сауынды сиыр сауып деп бірдеме деп аударыпты татарлар. Сауын айтуды білмеген ғой. Сондай көне формаларды білу керек қой. Айтты. Енді айтам. Ағай, Шора Сарыбаев туралы айтыңызшы. Кім туралы? Шора Сарыбаев туралы. Шарапай? Шора Сарыбаев туралы. Шора Сарыбаев туралы. Сарыбаев. Ben
институтқа 61 жылы келгеннен бері достығымыз үзілген жоқ. Оны аға тұттым, бірақ өзі ондай аға болып нетіп отырмайтын, кәдімгі құрдасша ойнап жүреміз, әңгіме айтып. Шора Шамғалиұлы өте бір жинақты адам еді ғой. Мына өзіне ұнаған нәрселердің бәрін жазып алады. Соны отырыста көбіне ән текстілерін машинка басып дайындап, компьютер жоқ қой. Соны жаңа отырған адамдарға бір-бірден береді. Сосын жаңа ән салуға келгенде қосылып салады. Жаңа өзі де жақсы, дауысы жақсы еді. Ал енді әзіл қалжыңды көп айтатын. Ол туралы енді айтуға болады, бірақ жазғанда анадайылғы Шораның қызы бір мақала жазып берсін депті ғой. Оны мен жаза алатын түрім жоқ. Соның тек әңгімесін айтып бермесем саған. Әңгімесін айтып беріңіз. Тыңдаған қызық болып тұр. Онымен көбірек байланыс болғаны, біз екеумізді Қырғыздың институты ученый кеңесіне мүше қылып алды ғой. Содан біз 5 жыл ма, 6 жыл ма сонда барып тұрдық. Қорғаудың бәріне Шора диалектология жағынан, мен тарих жағынан оппонентте болдық. Сон қорғауда сөйлейміз. 2 күн сонда боламыз әйтеуір. Сонан кейін өздері алып кетеді, алып келеді қайтадан қорғайтындар. Сонымен жүргенде барғанша келгенше анекдот. Ана машина жүргізушінің қасына отырады ғой. Соған айтады ғой, мен күнде тыңдаймын барған сайын. Сосын айтам шөке. Анауында айттыңыз ғой осын десем, мынау басқаша бір ғой деп анекдотты қайталап айта беретін. Ол ғылымда көп еңбек сіңірді. Соның ішінде мына мақалалардың жарияланған қайда 20-ші жылдардан бастап бәрінің несін шығарды ғой, библиографиясын. Мақала, кітап барлығын. Бірақ аяғын аяқтай алмады ғой деймін. 5-6 том жазды, шығарды. Бұл мен келердің алдында сол бөлімнің бастығы екен, тарих диалектология. Ахмет Байтұрсынның мақаласын жазу үшін А, Б деп алдына сосын мақаланың атын жазған ғой. Соны біліп қалып, Ахмет Байтұрсынов мынау деп, әлгі лито дейтін бір не барды ғой, лито меді, қауіпсіздігін сақтайды. Содан мұны бөлімнің бастығынан алып, партиялық мәселесі қарайын десе, партияда жоқ. Сонымен әйтеуір қалды ғой, соның орнына Рабиға болған екен менің алдымдағы. Сонан кейін Кеңесбаев келіп әлгі тарих диалектологияны 2 бөлді ғой. Сонда бөлім бастығы болып диалектологиядан көп кадрлар дайындады. Сөздіктер шығарды. Диалектология сөздік. Сонымен жұмыс жасап жүріп, осы көбеймен
bir жараспай қалды әйтеуір. Сонан қайнарға жұмыс жасады, қайнарға бізден кетіп. Ол енді соңғы жылдары. Енді кітапханасы өте бай еді, бірақ кітап бермейді қолға оқуға. Осы жерде оқы дейді. Берсек осы кәдімгі 3 күнге, 4 күнге деп жазып, сөйтіп беретін. Оған сараң еді. Енді күлдіретін қылықтары көп еді. Қандай анекдоттар есіңізде бар? Анекдот емес, қылығы мына зам директор болды ғой, директордың орынбасары. Кім, Шора ағай ма? Шора, менің алдымда соғыс болды. Иә. Сонын Әбдуәли жоқта вице-президент шақырған ғой, кім еді фамилиясы. Шақырып, тапсырма берейін деп шақырып, алдына келгесін, алдын не жаңалық бар деп сұрапты. Сонда Шора жаңалық бар, қазір халық сізді обкомға кетеді дейді, сіздің орныңызға Зәки Ахметов болады дейді. Зәкидің орнына Әбдуәли барады екен. Әбдуәлидің орнына мен директор болады екен. Ой, мынау не деп отыр, мынау не деп отыр деп. Сонан Әбдуәли келген бойда звондапты, ана зам директорымды опасный адам екен. Сөйтіп маған не жаңалық бар дегенде сөйтіп айтты. Соны күлдіру үшін жасайды ғой, өзінде қосып ішіне. Шора тағы бір анекдот. Анекдот емес, кейде бір нәрселер тауып алады дейді. Бір қырғыздың қорғаған банкетінде отырмыз үйінде. Бір кішкентай қаламның үстіне кигізетін кішкентай темір болады ғой, сол сияқты. Бірақ пластмас. Мынау не нәрсе, қазір берем, тапқандарыңа бірдеме берем, тапсаңдар соны түгел берем дейді. Сонан бәріміз қарадық жаған. Ешкім ойына ештеңе келмейді. Не екенін. Сөйтсек, ана зубный щеткаға жоқ, пасты бар ғой, зубный пасты. Соған түбіне кигізеді екен де, бұрай береді екен, сол бұрай бергенде ана пастыдан дым қалдырмай шығарады екен. Ешкім білмеді. Сондай да күлдіріп жұртты отыратын. Ұмытып қалып отырмын, қазір бірден ойыма түспеді. Перпен, оның перпені бар еді ғой. Персональный пенсия, пермаш, персональный машина. Оның атақты анекдоты. Пердач, пермаш дейтін. Біріккен бірге сөз айттым дейді. Айдайым. Сосын пермаш бар ма деп айтты дейді. Жоқ. Пердач бар ма? Жоқ. Ай, құсым. Қазақ тіл білімінің
негізін салушының бір емес бірегейі Ахмет Байтұрсынұлы. Ол кісі орыс елерінен үлгі алмаған, тікелей өзі бастап қазақ тілінің барлық грамматикалық жағын зерттеп, атауларын өзі берген бәрін. Ахмет Байтұрсыновтың қазақ тілі біліміне сіңірген еңбегі өте күрделі. Ол кісі тек қана қазақ тілі емес, қазақ әдебиетінен де негізін салған адам. Ал енді ақын туралы көп айтуға болады, айтып жүрміз. Ол кісінің мұрасын зерттеу әлі де біткен жоқ. Біздің қазақ тілінің алғашқы грамматикасын жазған Эйнминский деген оқымысты ғой. Эйнминский орыста не бар, соның барын қазақша, қазақ тіліндегі мысалдармен келтірген, бірақ өз заманында Эйнминскийдің грамматикасынан артық грамматика болған жоқ түрік халықтарында. Содан үлгі алып басқалар грамматикасын жазды ғой. Ақын ол Эйнминскийді атамайды да, оның грамматикасын сөз етпейді. Ол кісі тікелей қазақ тілін негізгі нелерін, атауларын бәрін ойдан өзі тапқан. Ал кейінгілеріміз соны пайдаланып жүрміз ғой. Кейін Жұбанов Құдайберген қазақ әдебиетінің, қазақ тілінің грамматикасын ақанға қарай толықтырған деп жүрміз. Ақан негізінен грамматиканың бастауыш сыныптарға арналған негізін салған. Соны ары қарай 5-7 сыныптарға да Құдайберген Жұбанов пайдаланған. Ал енді біз қазақ тілінің негізін салған дегенде сол екі кісіні айтамыз. Одан басқа да тілшілер болған, күні кеше конференция болған Шоланов. О да қазақ тілінен жақсы мақала жазған кезінде кітап көргенім жоқ. Ал енді қазақ ғалымдарының ішінде бірінші 50 жылдығын өткізген осы Ахмет Байтұрсынов Орынборда 23 жылы, 1923 жылы. Ең бірінші қазақ топырағында болмаған нәрсе Ақанның 50 жылдығын өткізген. Соған сол кездегі оқымыстылардың, зиялы адамдардың бәрі қатынасып, Ақан туралы керемет жақсы сөздер айтқан. Ақанның енді біздің тіл білімі институты аталып, Ақанның атымен жүрміз ғой, соған лайық жұмыс жасауымыз керек. Бір кезде мына Ахмет Байтұрсынов пен Жұбановтың арасына не өткізу үшін талай нелер жасаған әдістер. Бірақ Құдайберген Жұбанов Ақанды тікелей сынамайды. Керісінше ұлтшылдар деген несі бар, солай жазуға тиіс болған. Ал енді Ақанды кезінде шақырып, Агуға лекция оқуға шақырған. Соның өзі кәдімгі сырттан қарсылап алып, бірақ оған жұмыс жасауға мүмкіндік берген жоқ. Әлгі партия ұйымы бар, ректоры бар. Бұл Алаштың несі деп. Бірақ Жұбанов Алаш ретінде сынаған адам емес.
Endi kelesi ne Baytır жөнінде айттық қой. Bir мына қазақ тілінде ең бірінші 17-ші ғасырда қазақтың тілінде кітап жазған адам Әбілғазы Баһадүр хан. Ол Әбілғазы мына кітап Әбілғазыны зерттедім деп отырмын. Әбілғазы шежіресі 1600, өзі Әбілғазының туғаны 1603 жылы. Сонан ол жеті баланың бірі ретінде ханның баласы ғой. Бірақ нағашылары мына Аралдың мойнындағы қазақтар екен. Сондықтан ба, білмеймін, әйтеуір кітабын Шағатай тілінде де жаздым, араб парсы сөздерін аз пайдаландым деп жазған, түрік тілінде жаздым деп. Енді ол кезде қазақ деген атағы әлі мәлім болмаған халық қой, түрік болып жүріп. Сол Әбілғазыны мен мына қазақ тіліне аудардым. Қазақшаны аударатынды шеңіз жоқ, бірақ кейбір жастар кейбір сөздерге түсінбей қалады деп қазіргі қазақ тіліне аудардым. Содан кейін соның Әбілғазының шежіресінің грамматикалық құрылысын монография етіп шығардым. Әбілғазы әкесінің орнына бірнеше жылдан кейін хан болады, бірақ хан болып жүріп, жаңа шежірені жазып, хандықты баласы тапсырып, өзі шежіремен отырады, бірақ көп отыра алмайды, ауырып. Сонда айтатыны бар, кітабымды отырып та жаздым, тұрып та жаздым деп аяғын бітіре алмаймын, аяғын баласы бітіреді соңғы беттерін. Сол Әбілғазыны әлі де зерттеуіміз керек. Мен әлгі аспирантыма соның шежіренің сөздігін жасауды тапсырғам. Солар сөздік шығарды. Сонда араб парсы сөздерінің саны 13%-тен аспайды. Қалғаны түрік сөздері. Басқа жерден түрік болғанда да қазақ сөздері. Біздің өзі қазақ деген түрік халқының ішінде анау көне замандағы түрік тілін сақтап қалған халық қой. Басқалар өзгеріп кеткен. Мысалы, мына Түркия, түріктер көп араб парсы сөздерін қосып жіберген, көп алған. Қазақ тілі оған қарағанда өте көп емес, ода тек жазба тілге ғана болған. Сол қазақ тілін зерттегенде анау көне түрік неден Арқонин жазбасынан бастауымыз керек. Бірақ сол екі орта ашық қалып отыр. Соның қазақ тіліне Арқонның қатысын айтуымыз керек еді. Арқон зерттегендер оған бара алмады. Енді кейінгі жастар тарихқа көп жолай бермейді. Өйткені оның қиындығы көп. Оның әліппесін үйрену керек. Онан кейін соның оқылуы сияқты нәрселерді
жазу керек. Оқу оңай болмайды. Ал енді қазіргі аспиранттардың магистранттар doktorluk dissertasiya жазғандарда білмеймін, жаңа бағыт деп, неге шет тілдерге еліктеп жазып жатыр ғой. Ал оның қаншалықты ғылымға, оның ішінде қазақ тіл біліміне пайдасы болады білмеймін. Ал енді мен мына 54 жыл бір мекемеде тіл білімі институтында істегенде көп жалпы тілшілер көп марапатталмайды үкімет тарапынан. Дегенменен менің қол жеткізгенім Шоқан Уәлиханов атындағы мемлекеттік сыйлықтың иегері болдым. 2008 жылы. Мына Әбілғазы туралы шыққан кітаптарымды есептеп берген сияқты. Сонан кейін мені Қазақстанның еңбегі сіңген қайраткеріне 2 рет ұсынды. Bir рет ұсынғанда мына жоғары жақтан o кездегі президентimiz Nursultan Nazarbayev'тің алғыс хаты келді. Енді қайраткер дегенге іліге алмағанбыз ғой. 2-ші рет ұсынылып еді, онда медаль келді. Еңбектегі ерлік үшін деген. Мына марапат дегенде осылар. Ал енді 2 рет негеде ұсынылдым. Академияның корреспондент мүшелігіне. Бәрі жақсы болып еді. 1-ші турда 16 дауыс алып, бөлімшенің мүшелері береді ғой дауысты. Қоғамдық ғылымдар мүшелері. 2-шіне де мына біздің Кеңесбаев Қайдаров бастап Москвадағы тіл білімі институтында істейтін шымкенттік қазақ Мұсаев дейтін, соған берейік, келесішлер саған береміз деп сол өтті бір сайлауда. 2-ші сайлауда әптегенде көп адам түстік қой, дауыс бөлініп, сол ішінде көбірек дауыс алған Өмірзақ болды. Сөйтіп Өмірзақ өтті. Енді ол міндетті нәрсе емес, дегенменен өздері ұсынып институт, бірақ дауыс беруге келгенде дауыс бөлініп кетіп, дұрыс ұйымдастыра алмады. О күнде мен директордың орынбасары болатынмын. Барлық жағынан келіп тұр-едім, бірақ өтпей қалдым. Енді жаңа марапатты айттым оны. Мына жұмыс жасағаннан кейін атаққа ілінгенім де жақсы, бірақ ол менің мақсатым емес. Менің неден ғылыми дәреже атақтан докторлық, профессорлық, ал енді лауазымдық жұмыста бар бітіргенім директордың орынбасары болдым. Ал кезінде мені ректорға 2 рет шақырды. Біреуі Атыраудың пединститутына ректор етіп, оған өзім бара алмадым, өйткені докторлығым қалып баратын болды. 2-ші мына Академия педнауктағы институттың директорлығына ұсынылып, онан министр
өзінен өзі қорқып, ана Камалиденовпенен екеуің бір ауылдан екесіңдер. Маған ана Камалиденов әдейі подхалимство жасап отырсын деп айтады деп қорқып өткізбей қойыпты. Оған барғым да келген жоқ. Өйткені өте қиын жұмыс. Қазіргі мына оқулықтар солар шығаратынды. Соның несінде институтта ылғи әйел адамдар оқулықтар үйлеспей жатады. Қайта жаздырып. Оған барғым келмеді. Өзімде екінші шақырғанда айттым. Менің өзімде келген жоқ. Екіншіден сол ойда директордың орынбасарлығына ұсынып қойған екен. Сол мен болдым. Обкомнан институтқа бардым дедім ғой. Институтта қазақ тілінің барлық саласын дегендей лекция оқыдым. Соның ішінде менің оқытқан шәкірттерімнің ішінде Париза Оңғарсынова, Қадыр кім болатын тағы да сосын Иқсар Бақтығали, сол кездегі ақындар қазір көбі ақын болып кетті соның. Сол болды. Институтте шәкірттердің ішінде математик болса да, мына қоғамдық жұмысқа араласып жүретін жігіттер болды. Мен институттың көркем өнерпаздарын өсіріп, соларды концерт қойғызып, бірталай шаруалар істедік. Институтте жүргенде қазақ тілі мен әдебиет кафедрасы болды. Оны Өтебаев Ермек деген басқарды. Мына жастарменен сол ақындыққа тәрбиелеген сол кісі. Әрбір отырысында бір ақынның творчествосын жазған өлеңдерін талқылап, соның кемшілігін көрсетіп, ары қарай қалай жазу керек екенін айтып отыратын. Институтте жұмыс жасау бір жағынан жақсы болды, бір жағынан қиындық та болды. Жаңа партия ұйымының басқарғаннан кейін бір бала арақ ішіп неге түсіп қалса, әлгі арақ ішкендерді нететін орын бар ғой. Партия ұйымының хатшысына звондайды, ал бәлен деген студент сенің түсіп қалды деп. Оған пісіп киіп жүресін. Сосын горком қалалық комитет анда мына тексеруге жібереді. Онымен жүресін. Сөйтіп өзіңнің творчестволық өсуіңе кесел келтіреді. Сөйтсе де 3 жыл жарым жұмыс жасадым. Сосын қашып кеткендей болып аспирантураға кеттім ғой. Горком есептен шығармай. Сонан бірінші хатшы жоқта екінші хатшыны алдып есептен шығып аспирантураға келдім ғой.
аспирант кезінде болмағанмен кейін ғылыми қызметкер болған кезде онда да партиямын мойныма іліп қойды. Обкомда бірінші жұмыс жасаған деп. Онымен жүрдік. Онда да қиындықтар болды. Адамдар бәрі бірдей емес қой. Сол біреулері онда да арақ ішіп қояды, бір тәртіпсіздік жасап қояды. Әсіресе мына нені дайынды дейтін болды. Мына кешкі күзетте полицияға көмектесетін үйім болды, дайынды дейтін, институттың. Оның жұмысын бақылау керек. Кейде өзіңді ішіне қатынасып бақылайсың. Сөйтіп өміріміз мен неге институтқа 30 жасында келіппін тура, бірақ 30 жас толмаған кезім. 30 соның қалған өмірім сол институттың өмірімен байланысты ғой. Қазір енді институттың мынау латын графикасына айналысып жатыр ғой. Мен өзі бұған басында ең алғашқы әңгіме қозғалғанда қарсы болған адаммын. Өйткені латын графикасы бұрын біз пайдаландық қой. Сонан өзіміз жерініп кириллица орыс графикасына көштік. Енді қайтадан сонда 10 жыл болған екен, 29 жылдан 40 жылға дейін. Сол 10 жылдың ішінде тек айтысуын жүріпті. Мына сөз бұлай жазылады, мына сөз бұлай айту керек, мынау деп. Ал енді қазірде алфавитін дұрыстай алмай жатыр. Ол бір. Екіншіден мұның жаңа ережесін жасау керек. Жасап жатыр көрінеді, бірақ өзінің институттың ғалымдарының өзі бір-біріне қарсы шығып жатқан сияқты. Бұл өте қиын жұмыс. Бұны енді институт ғалымдары әлі жасап болған жоқ, болғасын көреміз ғой. Мұнда негізі принциптерді айқындап алу керек еді. Соны мен көңілім толмайды. Бұл принцип дегенде 3 принцип болу керек. Біреуі сөздердің естілуінше жазу, фонетикалық принцип. Екінші сөздің түбірін сақтап жазу керек. Ауызша айтылғанда басқаша айтқанмен түбірі басқаша. Бұл морфологиялық принцип. Үшінші тарихи принцип дейді. Бұрын қалай жазылса, солай жазу керек. Осы 3 принциптің қайсысы десем, ешқайсы айта алмайды. Ана принциптен де бар, мына принциптен де бар. Оны мен ертең жұрттың бәрі сауатсыз болып қалады деп қорқамын. Мен араласуға мына зейнетке шығып кеттім, жаңа көзім көрмейді, сондықтан араласа алмай жүрмін. Бұл үлкен проблема, әуелде қозғамау керек еді. Қозғағаннан кейін латын орыс графикасымен де барлық сөзімізді жазатын болдық қой. Бірақ енді орыс сөздері көбейіп кетті. Көбін сол аудармай алып орысша көбейіп кетті. Тілімізде орыс сөздері. Ал енді мына латынға көшкенде де бәрібір ол сөздерді аудару керек. Аударып жатырмыз, бірақ соның өзінде әлі көңіл толмайды. Орысша сөйлеп кетеміз. Өйткені енді бәлен жыл 40 жылдан бері
орыс графикасына көшіп, оның орыс ғалымдары бәрін өзгертпей алу керек. Орыс сөздерін деп терминдердің бәрін орысшаға ауыстырды ғой бізге көбін. Енді соны қайтадан қазақша аударуымыз керек. Өзі мына кез келген қыздың қолдан келе бермейді. Бізде Жарылғап деген бір журналист болды. Осы көп қазақша сөздердің бәрін сол кісі аударып, бірден көңілге қонымды саяжай деген сияқты сөздерді сол кісі аударған. Анауын енді айтыс болып, соларды қайтадан орысша айтамыз деп, оны әйтеуір қалдырды ғой, айтыс. Латын графикасы деген онымен біз неге шыға алмаймыз, ағылшын бола алмаймыз, американың тілін білмейміз. Ол графикада тұрған түкте жоқ. Орыста несінен қашқанменен бәрібір. Орыста ағылшын тілі сияқты дүниесіне таралып кеткен тіл ғой. Орыс тілінен қаша алмаймыз. Ал енді мен өткен өміріме ризамын. Ешқандай өкініш жоқ. Солай болуға тиіс еді, солай болды да. Ешкімнен осы 54 жыл институтта жасағанда бір ескерту алмаппын. Сол сияқты жұртқа да көп ескерту анау-мынау жасағанда емеспін. Сонан болу керек. Өте достық жағдайда өмір сүрдік. Ал енді қазір енді қазақ тіл білімінің несін түгел болмағанмен болып жатқандарды бақылап отырамын. Мына тарих жағына көңіл бөлінбей жатыр. Алған тақырыптары бәрінен ортақ тақырып емес, әрқайсысы бір бөлек-бөлек тақырыппен айналысып жатқан көрінеді. Осыны жөндеу керек. Мына тарихшылардың ішінде енді докторлары бар. Жақсы, бәрінен ортақ тақырып ойлап табу керек. Ол бір екіншіден тарихқа келетін адамдарды жаңағы арабша біле ме, арабша жазуды, елдің тарихын, азаматтық тарихты жақсы білу керек. Қазір мына азаматтық тарихта да көп көңіл бөліп жатырмын. Ана бұрынғы президенттің мақаласынан кейін елдегі өткен белгілі адамдар, ақылшы болған адамдарды қайтадан шығарып жатырмыз. Ол молда ма, ол ақын ба, ол бәрібір әйтеуір халықтың есінде қалу керек. Осы жуырда Мөңкебей жөнінде жазды. Оның бірінде білеміз ғой Мөңкебейді, бірақ өте қазақтың әлгі алдын ала болжайтын бар еді ғой, әлгі әйел үкімет, оның алдында да шетелдің, Европаның, соның сияқты Мөңкебей осы заманның бәрін болжап айтып кеткен екен. Сол Мөңкебей сияқты адамдарды қайтадан тірілтіп жатырмыз. О да бір керек шаруа. Солардың басына ескерткішін дұрыстап қойып, мына жастарды соған соларды білуіне мүмкіндік жасауымыз керек.
Tarixti bilmey өскен bala ol жақсы болмайды. Tarixti білу керек. Осы жағынан мектепте де осы тарих пәнін, оның ішінде тіпті тілшілерді қатысу керек. Барлық мамандық тарихты білу керек. Тарихсыз ештеңе болмайды. Болашақтың өзін сол тарих, өмірдің өзі қайталанып келетін нәрсе ғой. Bir дөңгелек болғаннан кейін екінші дөңгелек жаңа өткен өмірді қайталанады, бірақ жаңа сапада қайталанады. Осының бәрін балалар оқу керек, түсіну керек. Сосын екінші бір айтайын дегенім, мына кітап оқу мәселесі өте ауыр халде болып тұр. Қазір кітапты бағаламайды, компьютерден, телефоннан бәрін білеміз деп. Ал енді ол жүйелі білім емес қой. Әр күні әр түрлі айтылады. Осы кітап оқуға балаларды дағдыландыру керек. Кеше ана Ерлан Арын айтыпты, бізді әкеміз ең бірінші мына кітапты оқып шығып, соның түсінгеніңді айт деп, мектепке бармастан бұрын айтып отыратын еді деп. Сол сияқты ата-аналар сол нені кітапты оқуды басты мақсат етіп қою керек балалардың алдына. Ал енді тек компьютермен тек қарап отыру, ол әр денсаулығына зиян, әрі оның жөнді жүйелі білім ала алмайды. Мына кімнен Ерланнан сұрап, қазіргі жастар сендерге көздеріңмен қарағанда қалай өзгерген жастар ма деп. Жоқ, жастар біз сияқты, біз де сондай болып өстік. Бірақ қазіргі өзгерген ата-аналар депті. Балалардың ата-аналары өзгерген. Өйткені балаларға дұрыс тәрбие бере алмайды. Әртүрлі себептер де бар ғой. Қолдары тимейді, анау баяғыдай әңгіме айтып отыратын үлкен кісілер болмайды. Ескі шөжерін айтып отыратын ата-аналар, ата-тектерін айтып отыратын. Ода болар, көп ата-аналар өздері жұмыста болады, балалармен сөйлесіп отырмайды. Балалар өзінің дегенімен жүреді. Сондықтан балалардың арасында тәрбиеге ата-аналар көңілін бұру керек, онсыз болмайды. Енді бұл өмір өзгеріп атқан өмір ғой, енді біздің бала кезімізден қайда көп өзгерді. Жеңілдіктер, ғылымның табысы арқылы жеңілдіктер бар. Қазір қай нәрсені де жеңіл табуға болады, жеңіл түсіндіруге болады. Ал бірақ онымен не бітпейді. Кітап қай уақытта да керек. Кітапсыз өмір сүруген болмайды. Мына кітаптың шықпай атқан, шықса да таралымы өте аз болып шығады. Алатын кісі де болмай қалады. Жаңағы балалар алып беретін ата-аналар оны қажетсінбейді. Сондықтан менің айтатыным осы кітапқа көңіл бөлдіруді ойластыру керек. Мектептен бастап, ата-аналардан бастап. Менің әсіресе қынжылатыным қазіргі жастардың көбінің жұмыссыз жүргені. Ал енді кезінде біздің заманымызда колхоз, совхоз дейтіндер болды. Bir adam жұмыссыз жүрмейтін. Соларға жұмыс жасап, еңбек ақысын алып, ал енді соны таратып жібердік. Жекеменшік деп. Енді қазір тіпті мектепте жекеменшікке айналдырып жатырмыз.
Жоғарғы оқу орнында жеке меншікке айналдырамыз деп жатырмыз. Осыдан мен білмеймін, жақсы нәтиже шыға ма, шықпай ма. Жеке меншік не істейді? Қазір тек ауыл шаруашылығы бойынша жеке меншіктер шығып жатыр, бірақ оны 1%-ке есептегенде өте аз. Онымен біз ары қарай қалай дамимыз, осы жағы ойландырады мені. Сондықтан кейбір жерлерде госхоз дейтін болды баяғыда, мемлекеттік шаруашылық. Сондай госхоздарды құрып, аудандарда бір сонан үлгі алып, қайтадан коллективтендіру керек пе? Осыны әлі шешілмей жатырмыз ғой деймін. Ал жекешелендір дейді, бірақ олардың барған жерінің суы жоқ, не жайылымы жоқ. Ауыл шаруашылығынан жекешелендіргенде қалай етеді? Осы жағы қиындық келтіреді ғой деймін. Ал жалпы өмір оған қарамайды, өзімен өтіп жатыр. Өмірді, ол айналған өмірді тоқтата алмайсың. Сонымен қалай болып шығады, аяғы кейде уайымға келтіреді.